Баршаңызға сәлем. Біз бүгін to be going to тақырыбын өтеміз. Жалпы бұл қай кезде қолданылады? Бір мақсатты орындайтын кезде, яғни жоспар кезінде, не болмаса істейін деп жатырмын деп нақты аударсақ болады. Сонымен to be дегеніміз есімізге түсірейік. Бұл бізде am, is, are, және біз осыларды өзіміздің есімдіктерімізге жалғаймыз. Сонда I'm to be going to, you are to be going to деген сияқты сөйлемдер шығады. Енді біз толық сөйлемді жасап көрейік. Мысалы, бір етістікті аламыз. Play деген ойнау. Енді біз жаңа айтып өттік, істейін деп жатырмыз деп аударсақ болады деп. Яғни біз солай жаттап алсақ, бізге оңайырақ болады. Сонымен мен ойнайын деп жатырмын, сен ойнайын деп жатырсың, олар ойнайын деп жатыр деген сөйлемді ағылшын тілінде көрейік. I'm going to play. Мен ойнайын деп жатырмын. You are going to play. Сен ойнайын деп жатырсың. We are going to play. Біз ойнайын деп жатырмыз. Яғни біз нақты есімізден шықпас үшін біз оны аудармасымен жаттағанымыз дұрыс болады. Сонда біз to be going to істейін деп жатырмын деп нақты жаттап алуымыз қажет. Енді біз болымсыз түріне көшейік. Ол үшін біз to be'ден кейін not жалғаймыз. Яғни to be бізде көмекші етістік, міндетті түрде нотты жалғауымыз қажет болады. I'm not going to play. Мен ойнайын деп жатқан жоқпын. You aren't going to play. Яғни are notты aren't деп қысқартып айтамыз. Сен ойнайын деп жатқан жоқсың. We are not going to play. Біз ойнайын деп жатқан жоқпыз. Іс-әрекетті істеуге дайындалып жатқан жоқ екендігін білдіреді. Яғни я не собираюсь деген мағынаны білдіреді. Енді біз осы сөйлемдерді сұраулы сөйлемге айналдырып көрейік. Ол үшін көмекші етістіктерді сөйлемнің алдына шығарамыз. Сонда am I going to play? Мен ойнайын деп жатырмын ба? Are you going to play? Сен ойнайын деп жатырсың ба? Яғни ойнауға жиналып жатырсың ба? Ойнауға дайындалып жатырсың ба деген мағына. Are we going to play? Біз ойнайын деп жатырмыз ба? Осындай кезде біз going to-ды қолданады екенбіз. Сабақ сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Егер де түсінбесеңіздер, комментарийге қалдырып кетіңіздер. Лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Goodbye!